Орақ маусымы оңайға соқпауы мүмкін. Синоптиктер сақтандырып отыр. Бір қатар өңірде бір ай бойы жаңбыр жауады. Егін бітік шықса да шаруалар ырысты қамбаға жинап үлгере ме? Әлде еңбек далаға кете ме? Бұл факторлар астық бағасының қымбаттауына соқтырмай ма? Фермерлер неге дабыл қақты? Көптің көңіліндегі сауалдарға бүгін жауап іздейміз. Армысыз әлеумет эфирде түйін, бізбен бірге болыңыздар. Шаруалардың алажаздай төккен тер, еткен еңбегі ақталатын мезгіл. Ерте көктемнен қамданған диқандар биылда рекордтық көрсеткіштен үмітті. Жоспар 24 миллион тонна астық жинау. Бүгінге дейін шамамен 64% бастырылды. Қалғанын шашпай, төкпей, ысырапсыз жинап алу міндеті тұр. Бірақ көптің көңілі күпті. Жайсыз ауа райы астық жинау жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Жиналғанның өзінде өнімді дұрыс сақтау мәселе әлі өзекті. Қойма жеткіліксіз, кептіру орны тапшы. Ал ел үшін егін жинау орақ науқаны ғана емес, әлеуметтік экономикалық маңызға ие. Себебі азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей ықпал етеді. Оның үстіне Қазақстан астықтың державасы саналады. Жыл сайын кемі 7 миллион тонна өнім экспортталады. Сондықтан салаға үнемі серпіліс керек. Қазіргі бағыт ауыл шаруашылық саласына цифрлық технологияны тездетіп енгізу. Правительство и акимы должны во время уборки ауыл шаруашылығына цифрлық технологияны тездетіп енгізу керек. Егін және мал шаруашылығындағы үдерістерді толық қадағалап отыру үшін цифрлық тәсілдерді қолдану қажет. Бұл жұмысты IT бизнеспен бірлесе отырып атқарған жөн. Егіс алқабын әр тараптандыру маңызды стратегия. Президент үнемі соған үндейді. Ол үшін жерді пайдалануда ғылыми негізге сүйену қажет. Айталық, суды көп сіңіретін дәнді дақыл аумағын біртіндеп азайту міндеті қойылды. Биыл күріш пен мақтаның егіс көлемі едәуір қысқаруы тиістін. Шаруалар климаттық тәуекелдерге қаншалықты бейімделіп жатыр. Оңтүстіктегі ахуалды білуші меншікті тілші Жандос Жұмабек арнайы сюжет әзірледі. Мақтаралдық шаруа Төлеген Серікбай 10 жылдан бері мақта шаруашылығымен айналысады. Бұрын ағалтында ағын сумен суғарып келген диқан жаз ортасында тіршілік нәрінен тарығып, еңбегінің еш кеткен кездері көп болғанын айтады. Соңғы 2 жылда Отырар ауданынан 5000 гектар жерді жалға алып, су үнемдеу технологиясын енгізген. Биыл осы әдіспен 500 гектарға күріш, 2500 гектарға мақта егіпті. Мақта еккенде біз 27 мың, 26 мың куб 1 гектарға қолданамыз, бірақ тамшылау суғарумен 5000-6000 мың куб су кетеді 1 гектарға. 5-6 есе аз. Тамшылат суғарудың өнімі былай еккенге қарағанда көбірек болады. Өзіміз 25-30 центнердің арасында алатын. Енді тамшылаумен 55-60 центнердің ортасына алайыз 1 гектарға. Жалпы 451 миллион куб су үнемдеу күтілуде. Бұл ауыл шаруашылығы басқармасының алдағы 3 жылда үнемдейтін су мөлшері. Сондықтан жауаптылар шаруаларды жаппай су үнемдеу технологиясына көшуге шақырады. Себебі өңірде су тапшы. Қазір таңда іске асқан 114 мың гектардың 194 миллион куб су үнемделді. Мынау 26-28 жылдары қосымша 150 мың гектар ендірілген жағдайда үнемделетін су көлемі 257 миллион куб деп есептеп отырмыз. Сонда жалпы 451 миллион куб су үнемдеу күтілуде. Биыл облыста ауыл шаруашылығы дақылдары 907 мың гектарға егілді. Негізгі басымдық егістікті әр тараптандыруға берілді. Бұрын мақта бидай егісіне тәуелділік болса, қазір майлы дақылдар, көкөніс пен картоп көлемін ұлғайтуға мән берілуде. Мамандар бұл ішкі нарықты қамтамасыз етумен қатар, экспортты әр тараптандыруға мүмкіндік беретінін айтады. Қазір өңірде су үнемдеу технологиясына көшу, өнімділікті арттыру және топырақтың құнарын сақтау басты назарда. Ол үшін мемлекет шаруаларға субсидия төлейді. Мәселен, су үнемдеу технологиясын енгізуге кеткен шығынның 80% субсидияланады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, арнайы түйін бағдарламасы үшін Түркістан облысынан. Қазақстан егіс алқабы жағынан әлемде 6-шы орын алады. Біз бидай экспорттайтын 10 ірі мемлекеттің қатарына кіреміз. 10 экспорты бойынша көш басындағы елдің біріміз. 40-тан астам ел Қазақстан бидайын тұтынып отыр. Алайда ауыл шаруашылығы бәсекеге қабілетті озық салаға айналды деп айта аламыз ба? Бизнесте, мемлекетте соған мүдделі болу керек. Себебі мұнайды қара алтын дегенмен шектеулі ресурс, сарқылуы мүмкін. Бірақ бидай сары алтын. Бабын жасай білсен, халықты да жарылқап, экономиканы да байтады. Сонымен, мұнайды астық алмастыра ала ма, әлде құр қия алма? Бүгін студиямызда Ауыл шаруашылығы министрлігінің егіншілік департаментінің директоры Назгүл Хатепова
қонақта. Назгүл Серікқалиқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді бұл сұрақтың күрделі болуы мүмкін, дегенмен де осы саланың маманды ретінде сізден білгіміз келеді. Келешекте астық экспорты мұнайды алмастыруы мүмкін бе? Шындығында бұл әрине өте күрделі сұрақ. Неге? Себебі бұл біздің экономикамыздың екі экспортқа бағытталған негізгі тауарлардың бірі болып табылады. Мұнай болсын, астық болсын. Бірақ бұл жерде мен бірін алмастыру мәселесіне тоқталғанша, керісінше екі бағытты да қатар дамыту мәселесіне толығырақ қажеттілігін айтып кеткім келеді. Неге? Себебі нарық жағынан да, бағасы жағынан да бұл әрине екі тауар бір-бірімен салыстыруға келмейді. Бидайдың бағасын біз білеміз, ол өзінің бір өзіндік құны болады, сыртқы нарықтардағы сұраныстарға тәуелді болады. Одан бөлек бидай экспорттау мәселесі табиғи климаттық жағдайларға да тікелей байланысты. Сондықтан да біздің саясатымыздың ең негізі ретінде біз осы саланы алмастырып емес, керісінше осы саланы дамытып, екеуін қатар алып жүру мәселесін қолға алу керек деп ойлаймын. Өзіңіз сөзіңізде айтып кеттіңіз, шындығында біз астық экспорты бойынша әлемдік 10-қа кіреміз. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 8-ші орынды иелендік. Ұн экспорты бойынша біз әлем нарығында 2-ші орындамыз, Түркия елінен кейін. Жалпы осы өткен маркетинг жылы біз ұн және де бидай өнімдерінің бидайға шаққандағы көлемін 13,4 миллион тоннасын экспортқа шығарған болатынбыз. Біздің бидай әлемнің 50-ге жуық елдерінде сатып алынады. Және де біз өткен жылы тек қана осы аталған дәстүрлі түрде экспорттайтын елдерге ғана шығарып қана қоймай, біз жаңа нарықтарды да жаулап алдық. Мысалға алатын болсақ, Марокко еліне алғаш 60 мың тонна бидай жеткізілді, Вьетнамға алғаш 15 мың тонна жеткізілді. Одан бөлек біз бұрын жоғалтып алған нарықтарды да қалпына келтірдік. Мысалға алатын болса, Иран. Кейбір жылдары біз Иранға 1,2 миллионға дейін арпа дақылын жеткізген болатынбыз. Бірақ соңғы жылдары белгілі бір себептерге байланысты бұл нарықты біз жоғалтып алған болатынбыз. Осы биылғы жылы, өткен жылғы рекордтық өнімнен біз 1 миллион тонна арпаны Иранға жеткіздік. Одан бөлек Әзербайжан еліне де біз 730 мың тонна астық дақылын жеткіздік. Яғни бұл дегеніміз, біз осы салаға көңіл бөлу арқылы қазір біз бидай экспортының әлеуетін жылдан жылға арттырып келе жатырмыз деген сөз. Керемет, саланың дегенмен де бір проблемалары бар. Сол жайында біраз сұрақтарымыз дайын еді, жауап беруге дайын болсаңыз. Осыдан 2 жыл бұрын кей өңірлерде астық кептіру тарифі өсті деп бір қап ұнның бағасы 5000 теңгеге дейін қымбаттады. Қазір де сол жағдай қайталанбайды ма? Себебі жауын-шашынды желеу еткен кейбір пысықайлар осы астықты сақтау мен кептіру бағасын көтеріп жіберуі мүмкін, е? Бұны кім бақылайды? Жалпы астықты өндіргеннен кейінгі ең негізгі мәселе бұл астықты сақтап қалу. Астықты ол сақтау үшін оның кондициялығына жеткізіп, оны кептіру керек. Бұл өте орынды дұрыс сұрақ деп есептеймін. Жалпы бұл мәселеге біз әрине әкімдіктермен бірге өте жіті бақылауда ұстап тұрмыз. Қазіргі кезде бізде еліміз бойынша 1172 астық кептіру агрегаты бар. Бұл толыққанды өзіміздің алған өнімімізді кептіруге, одан кейінгі сақтауға жіберуге толығымен жеткілікті. Мемлекет тарапынан барлық қажетті шаралар қолданылып жатыр. Оның бірі осы астық кептіруге бағытталған, арзандатылған дизель отынын бөлу мәселесі. Биылғы жылдың өзінде де энергетика министрлігімен бірлесе отырып, біз 40 мың тонна арзандатылған дизель отынын нақты осы астықты кептіруге бөлген болатынбыз. Қазіргі кезде астық кептіру мәселесі тұрақты бақылауда. 3,1 миллион тонна астық кептіріліп, қазір қамбаға құйылды. Жалпы елімізде 17 миллион тонна астық бастырылды бүгін. Яғни жеткілікті дейсіз ғой? Қазіргі кезде астық кептіру агрегаттары жеткілікті. Одан бөлек мемлекеттік қолдау шаралары бар. 12,6% лизингтік бағдарламасы бар. Астық кептіру агрегаттарын сатып алған кезде лизинг беріледі. Одан бөлек 30% инвестициялық субсидиялар арқылы шаруаға қайтарылады. Яғни бұның барлығы осы шаруалардың кептіру агрегаттарын көбірек сатып алу үшін өздерінің алған өнімдерін қажетті көлемде сақтауын, кептіруін қамтамасыз етуге бағытталған. Ал жалпы ұнның, нанның бағасы көтерілуі мүмкін бе? Жалпы біз бір мәселені ескеруіміз керек шығар. Ұн мен бидайдың, жалпы нанның бағасын айтқан кезде, нанның өзіндік құнындағы бидайдың үлесі бұл 50%-дің шамасында. Қалған 50% бұл басқа баламалы шығындар. Яғни бұл деген электр энергиясы, жанар жағармай, жаңағыдай берілетін жалақы бар, немесе басқа да шығындар.
Енді нағыз 50% өзінің бидайға келетін болса, қазіргі кезде ішкі нарықта жаңа өнім бидайы 85-90 мың теңгеден сатылып жатыр. Бұл қайта өңдеушілер үшін, астық өңдеушілер үшін өте ыңғайлы баға деп айтсақ болады, бұл қымбат емес. Сондықтан да қазіргі кезде біз біріншіден ішкі нарықта өте көп көлемде жаңа өнім түскеннен кейін, яғни ұсыныстың көп болуына байланысты, біз ешқандай да бұл бидайдың бағасын одан әрі шарықтауын күтпейміз. Енді Назгүл Серікқалиқызы, сары алтынды қамбаға тонналап құятын Қостанай фермерлерінің көңілі алаң. Білеміз, солтүстікте егін өсірудің тәуекелі жоғары, климат тез өзгереді. Облыста күз айының бас кезіндегі жауын-шашын егін орағына, астықтың сапасына кері әсерін тигізіп жатыр. Жиналған бидайдың 30%-тен астамы 4-5 сұрыпқа жатқызылды. Яғни ылғалдылығы басым. Осыған байланысты диқандар астық кептіру жабдықтарын іске қосу, сатып алу бағасына қатысты шағым білдіріп, 300-ден аса өтініш жазған. Шаруалардың уәжін өздерінен білу үшін өңірден арнайы сұхбат алған едік. Соны алдымен тыңдап алайық, келесі сұраққа өтпес бұрын. Жылда 1-2 рет өңдесе, биыл 5-6 рет өңдеді. Жауын шашын көптігінен. Жай гектарына 6 литр соляркаде есептеген өзінде бір полян 2,5 мың тонны солярка керек. Оны 5-6 рет көбейтіңіз, қайша шығын көбейеді. Сол сияқты кептіру мәселесі бір кептіргеннен өнбейді, 2-3 рет өткізу керек. Ең үлкен мәселе жаңағы жанармай мен газ. Соны кептіріп, сол шарыққа отырған 3-4 класстың көлеміне жеткізу. Кеше үкімет басшысы осы мәселеге қатысты бір қатар тапсырма берді. Енді сіздердің министрлік тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатыр қазір? Жоғарыдағы сұраққа жанасып келетін сұрақ екен, жаңа жоғарыда жауап бердім, толықтыра кетейін. Жалпы бүгінгі күнде астық сақтау кәсіпорындарына лицензияланған бізде 3,1 миллион тонна астық сақтауға жинақталды. Оның 60% бұл жоғары сапалы бидай. Яғни бұл 1-3 сыныптарға жатқызылған бидай. 28% бұл 4 сынып және 12% 5 сыныпты бидай. Өткен жылмен салыстырсақ та, біз көріп отырмыз, 2 миллион тоннаға жуық бидай түскен болса, оның 58-59% 3 сыныпты болды. Яғни біз былтырғы жылмен салыстырсақ, сапаны күрт түсіп кеткені байқамаймыз. Яғни сапаға келетін болсақ, бұл жерде бүгінгі күнде орындалып келіп тұрған мәселе жоқ бізде. Енді астық кептіруге байланысты айтып өттім ғой, биыл 40 мың тонна арзандатылған дизель отынын бөлдік. Одан бөлек мемлекеттік қолдау шаралары бар, лизинг болсын, инвестициялық субсидия болатын болсын. Сондықтан да қазіргі кезде әрине біз әрбір шаруадан келіп түскен өтінімді қабылдап, сол мәселені шешу үшін бірінші кезекте министрлік, одан кейін әкімдік барлық шараларды қолданып жатырмыз. Және қазіргі кезде біз Қостанай облысы әкімдігімен және энергетика министрлігімен бірлесе отырып, осы астықты кептіруге бағытталған сұйытылған газдың қажетті көлемін бөлу бойынша жұмыстар атқарылып жатырмыз. Жалпы республика бойынша бүгін 16,4 мың тоннаға өтініштер келіп түсті сұйытылған газда. Қазіргі кезде энергетика министрлігімен шешіп жатырмыз бір мәселені, жақын арада фермерлерге аталған көлемдер берілетін болады. Енді нарықтағы бағаны ұстап тұру үшін азық-түлік корпорациясы арқылы шаруалардан астық сатып алу керек. Президент осындай тапсырма берді. Не өзгерді? Шындығында өткен жолы бізде алған рекордтық өнімге байланысты ішкі нарықта бидайдың бағасының түсіп кеткен барлығын байқадық. Ішкі баға 60 мың тоннаға дейін түсіп кетті. Бұл деген өзіндік құннан да төмен. Сондықтан да біздің шаруаларды қолдау мақсатында мемлекет басшысы өткен жылы бірінші агрофорумда осындай тапсырма берген болатын. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы жақсы фермерлер үшін ыңғайлы бағада белгілі бір астықтың көлемін сатып алу бойынша. Осы бағытта азық-түлік келісімшарт корпорациясы 60 мыңға жуық бидай өнімін сатып алды. Егер нарықта 60-65 мың теңге тұратын болса, сол кезде бидай олар 75 мың теңгеден сатып алды. Яғни бұл дегеніміз біздің шаруалардың бір рентабелділігін қамтамасыз ету мақсатында, олардың қосымша пайда көру мақсатында жасалынған дүние болып табылады. Жалпы азық-түлік келісімшарт корпорациясы бұған ешқандай үкіметтен ақша бөлінген жоқ. Өз қаражаты есебінен 3,6 миллиард теңгеге өнімді сатып алған болатын. Енді Назгүл Серікқалиқызы, отандық нарықты өзімізде шығарылған тұқыммен неге қамти алмай отырмыз? Жалпы осы аграрлы сала импортқа әлі де тәуелді. Тұқымнан бастап, тыңайтқыш, химиялық қоспалар, техникаға қажет қосалқы бөлшектердің көбі сырттан келеді. Енді оны мойындау керекпіз, иә? Осы бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Біріншіден тұқымға байланысты.
біз ішкі нарықта жалпы қажеттілік 2,3 миллион тонна тұқымға деген. Оның 1,7-ге жуығы бұл астық дақылдары бойынша. Астық дақылдарының көп бөлігін біз өзіміздің тұқымымыз арқылы қамтамасыз етеміз. Бірақ кейбір дақылдар бар, соның ішінде күнбағысты айту кетуге болады, жүгеріні айта кетуге болады. Бұларда көбінесе гибридтер қолданылады, және бұл гибридтерді біз импорттаймыз. Ол шындық. Одан бөлек қант қызылшасы сияқты, көкөніс дақылдары сияқты ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша тұқымдарды біз импорттаймыз. Бізде енді осы өткен жылы кешенді жоспар селекцияның және тұқым шаруашылығының дамуы бойынша селекциялық жоспар, кешенді жоспар бекітілген болатын. Осы кешенді жоспарда алдағы бірнеше жылда біз ішкі нарықты өзіміздің сорттарымыз арқылы немесе шетелде өндірілген сорттарды өзімізде көбейту арқылы қамтамасыз етудің нақты жоспары белгіленген. Енді бұл тұқымға қатысты минералды тыңайтқыштарды сіз айтып өттіңіз, оған байланысты қазіргі кезде өзіңізге белгілі ғой, бізде үлкен 2 зауыт бар. Тыңайтқыштардың ең негізгі бөлігі біз азоттың тыңайтқыштарды және фосфор тыңайтқыштарын біз пайдаланамыз. Соның ішінде бізде Қазазот пен Қазфосфат деген үлкен 2 ірі өзіміздің отандық өндірушілеріміз бар. Бұл 2 отандық өндірушілердің тыңайтқыштары ішкі нарықта өте жоғары сұранысқа ие. Егер осыдан 3 жыл бұрын біз 600 мың тонна тыңайтқыш енгізетін болсамыз, биылғы жылдың өзінде біз 1,8 миллион тонна тыңайтқыш енгіздік. Осы отандық тыңайтқыштардың сатып алуын ынталандыру мақсатында біз өткен жылы механизмді өзгерткен болатынбыз, субсидияның механизмін, яғни былтырғы жылдан бастап, егер отандық тыңайтқышты сатып алған болатын болса, субсидияның көлемі 60% құрайды. Ал егер шетелдік сатып алатын болса 50%. Бұл бірінші. Екінші мәселе, бұл былтырғы жылдан бастап біз зауыттардың өзіне тікелей субсидияны бөлеміз. Яғни егер бұрын фермерлар 100% ақшасын тауып, оны зауытқа төлеп, одан кейін субсидияны күтіп отыруға мәжбүр болатын болса, өткен жылдан бастап аванс ретінде біз сол 2 зауыттың арнайы шотына субсидияны беріп қоямыз. Сонда тек қана біздің шаруаларға 40%-ды ғана төлеп, тыңайтқыштарды алып кетуге мүмкіндігі бар. Бұлдың барлығы ең бірінші кезекте біз отандық өндірісті дамуға және отандық тауарларды шаруалардың тұтынуына әсер ету үшін бағытталған. Енді агроғылымның жайына тоқталайықшы. Мысалы, Қытайға жер бетіндегі егіс алқаптарының 7% ғана тиесілі, бірақ олар әлем халқының 22%-ын азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыр. Ал ақш пен Германияда дәлдік технологиясы пайдаланылады. Біздің елде астықтың сапасы мен шығымдылығын арттыру үшін не жүргізіліп жатыр? Астықтың шығымдылығы, яғни өнімділігін арттырудың бірден бір мүмкіндігі бұл ең бірінші агротехнологияларды сақтау. Яғни бұл біз ең негізі өнімнің бұл тұқым, сапалы тұқым. Тұқым шаруашылығында біз өте көптеген жұмыстар жүргізіліп жатырмыз. Мемлекеттік қолдау шаралары бар. Қазіргі кезде фермер тұқым сатып алған кезде 70%-на дейін мемлекет тарапынан біз субсидиялаймыз. Соның ішінде біз үлкен назарды жоғары сапалы, жоғары репродукциялы тұқымдарды пайдалануға бөліп жатырмыз. Бұл дегеніміз, егер репродукция жоғары болған сайын, олардың пайыздық мөлшерлемесі субсидияның жоғары. Бірегей тұқымдарға 70% мысалы, одан кейін бірінші репродукциялы элиталарға 50%-ға дейін беріледі. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл бізде минералдық тыңайтқыштарды және де қажетті элементтерді енгізу. Жоғарыда атап өттім, жыл сайын 35 миллиард теңге осы бөлінетін болса, орта есеппен тыңайтқыштарға биылғы жылы үкімет резервінен қосымша 48 миллиард теңге біз бөлдік. Соның арқасында біз былтыр 1,3 миллион тонна тыңайтқыш енгізген болатын болсақ, биылдың өзінде, қазірдің өзінде 1,8 миллион тонна. Жалпы жылдың соңына дейін күздік топырақ өңдеу процестері бар. Біздің алдымызда жалпы жылдың соңына дейін 1,9 миллион тоннаға жеткізу жоспарымызда бар. Енді тағы бір келесі мәселесі, жаңа дәлдік технология туралы айтып жатыңыз ғой. Бұл заманауи техниканы пайдалану. Осы бағытта, егер өткен жылдары біз 4%-ға да жетпейтін болсақ, жыл сайын техниканы жаңару процесі. Өткен жылды біз 5,5%-ға жеттік. Биылғы жылы бізде көрсеткіш 6,5% мысалы. Бұл бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Біріншісі, бұл жеңілдетілген лизинг бағдарламасы. Өткен жылы ең алғаш рет 5%-дық мөлшерлемемен 7 жылға жеңілдетілген лизинг беріле бастады. Бұл өте жоғары өзінің тиімділігін көрсетті, қызығушылық өте көп болды шаруалардың тарапынан. Егер былтыр бұл бағдарламаға 120 миллиард теңге бөлінген болса, биыл 250 миллиард теңге бөлінді. Қазірдің өзінде біз 9 мыңға жуық жаңа заманауи техниканы, сіз айтып отқан дәлдік технологиямен де топырақты өңдейтін, егетін
жаңағы заманауи техниканы сатып алды. Яғни бұл дегеніміз бізде әлемдік нарықтан қалыспай жоғары технологияларды, агротехнологияларды біздің шаруалардың қолдану үшін жылдан жылға ынталандыру шараларын қолданып жатырмыз. Енді сұхбатымыздың соңғы сұрағы болсын. Халықты алаңдататын тағы бір мәселе бар. Ол қыста жуа, сәбіз, картопқа тапшылық болмай ма? Қор жеткілікті ме? Бағасы қымбаттамайды ма? Өте өзекті әлеуметтік мәселелердің бірі. Мен енді біріншіден бір нақты нәрсені айтып кеткім келеді. Бізге ішкі нарықта картопқа болсын, сәбізге болсын, пиязға болсын тапшылық болған жоқ. Біз ішкі нарықты толық қанды қамтамасыз етуге жеткілікті көлемдерді өндіреміз. Егер өткен жылы 2,6 миллион тонна картоп шығарған болсақ, биылғы жылғы біздің жоспар 2,7, яғни 100 мың тоннаға артық. Былтыр барлығымызға белгілі, жылдың соңында, 25 жылдың басында картоптың бағасын күрт өсуі байқалды. Бірақ бұл тапшылыққа байланысты емес. Бұған дейін де бірнеше рет айттық. Бұл сыртқы нарықтағы бізден импорттайтын көрші елдердегі жоғары сұранысқа байланысты. Өте жоғары бағамен бізден картопты импорттады олар. Біз бұрын соңды болмаған рекордтық экспортқа қол жеткіздік. Өткен жылы бұл әрине шаруалар үшін өте жақсы. Неге? Себебі шаруалар өздерінің өнімділігін жоғарылату үшін, сапалы тұқым сатып алу үшін, тыңайтқыш сатып алу үшін, техник сатып алу үшін олардың өздерінде де қосымша пайда көру керек. Енді олардың да еңбектері оңай емес. Олардың да жағдайын біз жасауымыз керек. Бірақ біздің ең алдымызда тұрған бірінші мәселе әрине бұл біздің халықты, ішкі нарықты қамтамасыз ету. Сол себепті де біз жылдың басында картоптың экспортына тыйым салған болатынбыз. Жалпы сол тыйымнан кейін бағаның тұрақтанғанын біз байқадық. Қазіргі күннің өзінде біз 2 миллионға жуық картопты біз жинап үлгірдік. 300 мың тонна сәбіз жинадық. Енді біз осы өткен жылғы мәселені ескере отырып, қазіргі кезде әкімдіктермен тұрақтандыру қорларында қажетті көлемдегі көкөніс дақылдарын жинау бойынша жұмыстар жасап жатырмыз. Қазіргі күннің өзінде 230 мың тонна көкөніс дақылдары тұрақтандыру қорларына жинақталып тұр. Одан бөлек біз сауда министрлігімен бірлесіп, ірі сауда орындары, ірі сатушылардың нарықтағы көптеп үлкен көлемдерге, мысалы қазір картоптың бағасы егіс алқабында 80-90 теңге килограммына. Яғни қазір ірі сатушылар, тұрақтандыру қорлары арзан бағамен контрактқа отырып солардан сатып алу керек. Сонда қысқы кезде олар үстіне тек сақтауды ғана шығындарын қоя отырып, арзан бағамен ішкі нарыққа сатуға мүмкіндіктері болады. Яғни алдын ала қамдану керек. Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде бұл жұмыс жасалып жатыр. Назгүл Серікқалиқызы, бағдарламаға арнайы келіп, нақты мәліметтермен бөліскеніңізге көп рахмет. Бастысы астық мол болып, президенттің алға қойған тапсырмаларының барлығын орындалуын тілейміз. Ал біз жалғастырамыз. Отандық өнімді оңтайландыру керек. Өйткені өзімізде өндірілетін өнім ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті болу қажет. Ал ол үшін алдымен жергілікті кәсіпкерлерге қолдау көрсетуден бастаған маңызды. Астықпен айналысатын шаруалардың мәселесіне Шерхан Абзалұлы үңіліп көрді. Диқандар қазір жиын терім науқанының бел ортасына келді. Мәселен, солтүстіктегі шаруалар қамбаға 3 миллион тонна астық басып үлгерген. Әр гектардан орта есеппен 17 центнер өнім алды. Қызылордада да қырман қызып тұр. Дамылсыз еңбектенген диқандар 193 мың гектарға егілген күріштің 37%-ын жинап алды. Науқанда келер айдың аяғына дейін аяқтамақ. Ең басты сол күрішті жинап алу, күндізінде сол машина келіп жатыр. КамАЗ, соның бәрін теп, товар не бар, соны теп жеп жүреміз бәрі. Астығын жинап алған диқандардың ендігі уайымы өнімін сату. Сауда сәтсіз болса, еңбегімен төккен тері далаға кетіп, шаруалар шаш етектен шығынға батады. Депутаттар осындай қауіптің алдын алу жағынан көрші елдерден үйренеріміз көп дейді. Мәселен, өнімдерін зауытқа апарғанға дейін субсидия беріледі. Ал бізде мұндай қолдаудың жеткіліксіз екенін айтады. Ауыл шаруашылығында осы біздің тауар өндірушілерді қолдаудың барлық механизмдерін енгізуіміз керек. Ол бірінші субсидия, екінші несие, үшінші мынау жұмыс күшін алып келгеннің өзінде сол жұмыс күшінің өзіне дағы субсидия беру. Біз бұл жөнінде осы жақында депутаттық сауал дайындайтын боламыз. Халық қалаулылары мәселеге жауапты министрліктің бәрі майшаммен қарамаса, отандық тауарды шетелге шығару бойынша бәсекеден қалып барамыз дейді. Шерхан Абзалұлы, арнайы түйін бағдарламасы үшін.
Түйін, бидайдың қадырын бір білсе, қазақ білет. Қамбамыз астыққа толса, қабағымыздың ашылатыны да содан. Оның үстіне астығы бар елдің көп жағдайда дипломатияда асығы алшысынан түседі. Себебі аш құрсақта сау ақыл болмайды. Соны қамтып отырған бірегей елдің бірі Қазақстан. Бірақ солай бола тұра оңалтатын шаруа аз емес. Агроөнеркәсіп кешені экономиканың локомотивіне айналу керек. Бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан аса маңызды. Ауылдағы ағайынның тұрмысы да осы аграрлық әлеуетке тікелей байланысты. Өйткені егін ел несібесі. Осымен тәмам. Келесі апта қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.